Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сабағымызды бастайық. Мен ноутбукты қосып жатырмын, қалай болады екен деп. Бір жерден екінші жермен байланыстыруға бола ма екен? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сабақты түсіндірем. Түсіндіргеннен кейін сіздерге көрсетемін. Көрсеткеннен кейін сіздерден кері байланыс алу үшін сіздер маған лайк басып отырсаңыздар, көбірек лайк бассаңыздар. Кеше маған Роза подарит етті. Андай гілі дейма, сондай подарит етті. Рахмет оған. Енді бүгін біз деген Learning Apps-тың екінші сабағын өткіземіз. Бұл жерде не айтамын? Қазір мен скачать етсем болады екен. Жарайды. Мен тағы да экранды былай керісінше қаратайын. Новое упражнение. Бастаймыз ба? Ал қош келдіңіздер. Сабағымызды бастайық. Біз сіздермен классификация әдісін жасаймыз. Классификация. Қазір мен тілін аударып алайын. Так, бүгін бізді басқа пәннен көрейікші, бастауыштан алып көрейік. Өйткені сіздер ойлайтын шығарсыздар, тек қана тарихты ғана айтады деп. Бастауыш сынып бойынша әдебиеттік оқу деген қалай. Әдебиеттік оқу. Сыныпта олар 4-ші сынып, иә. Мен не істеп жатырмын? Қазір сіздерге көрсетем. Экран сіздерге көрініп тұр ма? Міне. Қараңыздар, экран бойынша мен жаздым ChatGPT-ге. Классификация әдісі бастауыш сынып, әдебиеттік оқу 4-ші сынып, Learning Apps деп жаздым. Міне, қараңыздар. Сөйтем да, міне жерге жіберем. Міне 4-ші сынып бойынша әдебиеттік оқу Learning Apps платформасына қолдануға болатын классификация топтастыру тапсырмасы. Мысалы, арыстан мен тышқан десек, қиялға жайып ертегі хайуанаттар дейді. Бағандар хайуанаттар ертегі, қиялға жайып ертегі тұрмыс салт дәстүрлері. Енді қалай істейміз? Бұлай істейміз, қараңыздар. Мына жерге Learning Apps деп жазамыз. Кеше тіркелуді көрсеткенмін. Бүгін енді Learning Apps-тың біз кеше біз найти пароды көрсеткен сіздерге. Енді бүгін біз классификация әдісін көрсетем. Классификация деп ашамыз. Мына жерде пример деп тұр. Мысалы, қараңыздар, 3 түрге бөлініп тұр екен. Мына жерде ағылшынша да келтірілген. Мына жерде өсімдік және овощи және фрукты деп бөлініп тұр. Енді осыны айтайық. Создать новое упражнение деген басамыз, қараңыздар. Создать новое упражнение. Бастық. Енді бұған бір әдіс деп таңдайық. Ертегілер түрлеріне қарай топтастыр деп алдық. Міне, қараңыздар. Осын алдық. Ертегілер еліне топтастыру. Сіздер лайк басып отырыңыздар. Ертегілер еліне топтастыру деп. Мына жерге название упражнение деп тұр. Сөз жерге міне жазамыз.
міне енді ойынның шарты деп жазайық. Ойынның шарты. Так, ойынның шарты. Қараңыздар, ойынның шарты деп жаздым. Қазір мына жерге бізге көрсетеді. Ойын экранда әртүрлі ертегілер атаулары беріледі. Оқушылар әр ертегінің мазмұнының ерекшелігіне қарай топқа бөліп орналастырады. Тексеру арқылы беріледі. Мына жерде жазайық. Мына жерге оқушылар бойынша жазамыз. Оқушыларға ережесі керек. Ережесі деп жазайық. Ережесі деп жазайық. Қараңыздар, міне жаздық. Лайк басып отырыңыздар. Міне ережесі деп жібердім. Оқушыларға арналған ереже. Берілген ертегілер атауларын мұқият оқиды. Әр ертегінің мазмұнына сәйкес дұрыс топқа сүйелеп орналастырады. Барлық карточкаларды орналастырып болған соң тексеру батырмасын басасыз. Егер қате болса, түзетіп тапсырманы қайта орындаңыз. Мақсаты барлық ертегілерді өз тобына жүктейді дейді. Енді қараңыздар, мына жерде алайық. Көшіріп аламыз. Мына жерде Learning Apps дегенге описание заданий деп тұр. Сол жерге мына жерге ставить етеміз. Қараңыздар, ставить. Қойдық. Сіздерге қараңғы болып тұр ғой деймін. Мен нені қосайыншы. Кәдімсеңіздер. Жарсау. Жағын өшірейін. Енді қараңыздар. Кеттік ары қаратай. Описание задания дегенге жаңағы ережелерді саламыз. Кішкене жақынырақ қылайық, өйткені жаңағы балаларға да көрінгенге ыңғайлы, әдемі болу керек. Мұғалім болғандықтан міндетті түрде әдемілікті сақтауымыз керек. Қараңыздар, мақсаты да керек. Бұны жазып қой. Енді первая группа заданий фон дейді. Задний фон деп тұр. Задний фонға фото салуға болады. Енді маған бұл жерде енді көмектесетін Gemini дегенге Geminiмен дос боламыз. Қараңыз. Мына жерге жазамын. Гуглға, Яндексқа Gemini депші. Өйткені Gemini'де көбінде жаңағы нені суреттерді жақсы жасайды. Біріншіден, екінші хайуанаттар туралы ертегілер дейді. Былай қояқ. Хайуанаттар туралы ертегілер деп алайық. Копировать. Оң жағын басамыз, көшіріп аламыз. Хайуанаттар туралы ертегілер. Текст қойға болады, немесе жаңағы хайуанаттардың суретін қойға болады. Енді мына жерге Gemini'ге көрек не шығады екен. Хайуанаттар туралы ертегі жаса деп, сурет жаса десек, қазір қандай сурет шығады. Лайк басып отырыңыздар. Лайк. Міне. Мына жерге вставить етем. Міне жерде загрузить файл деп тұр, немесе другие варианты деп тұр. Мына жерде сурет, создание изображения деп тұр. Енді не шығарады? Мультяжный форматтауым керек еді. Хайуанаттар ертегілер. Бұл сурет шығара. Бұл жерден нені жасай берейік. Екінші топқа бізге арыстан мен тышқан деген ертегі керек. Уақытымызды алмай, осы ертегінің өзін, суретін Яндекстен іздей саламыз. Арыстан мен тышқан дегенді алдық. Копировать етеміз. Бұл жерде арыстан мен тышқанның суретінің ертегісі. Тек қандай шығарады екен? Картинканы алайық.
Так, арыстан мен тышқан деп қазір мына жерге суреттерін қоюға болады. Добавить, мысалы бірінші қатар деп тұрмын, қараңыздар, группаға жаңағы картинканы қоюға болады. Екіншісіне сол ертегілер бойынша қанша ертегі қоямыз, мына жерде қараймыз, 4 ертегі қоямыз. Яғни қараңыздар, хайуанаттар туралы ертегілер дегеннің ішіне 4 ертегі қойылады. Соған міне 4 жасаймыз. 1, 2, 3, енді біреу 4. Екіншісінде де 4, 3, 4. Енді бізге тағы да 3 ертегі, қиялға жайып бар, тұрмыстық салт ертегі деген бар. Қиялға жайып және тұрмыстық салт. Міне жерде басамыз. Лайк басып отырыңыздар. Сіздерге қарамасам ренжімеңіздер, мен мына жерге беріліп кетіппін. Сөйтіп 4, добавить следующий элемент, добавить следующий элемент деп 4 ертегіні қоямыз. Енді қараңыздар, ертегінің атын Google-ға жаздық, міне. Қараңыз, бізге жасап берген ертегісі осындай болып тұр. Бұны көшіріп алуға болады, немесе скачать етіп аламыз. Міне скачать етіп алдым компьютерға. Енді қазір біз неге мына жерге картинки дегенді басамын. Мен өткен кеше сабақта сілтемені салғанбыз, Енді мына жерге компьютердағыны аламыз. Потяните картинку сюда и нажмите здесь деп тұр. Осыны басамыз да жаңағы суретті саламыз. Загрузкида, міне. Ол жүктеліп болғанша кішкене күтеміз. Міне қараңыздар. Шықты сурет, артында сонда осы болады. Енді мына жерге подсказкаға жаңағы нені жазып қояйық. Хайуанаттар туралы ертегі деп қояйық. Осыны көшіріп аламыз да, мына жерге подсказки деген саламыз. Лайк басыңыздар, лайк. Міне, хайуанаттар туралы ертегі. Енді екіншісінде біз жаңағы арыстан мен тышқан деген ертегі дедік қой. Міне жерде тұр екен, әдемі жасалған суреті. Осыны жаңағыдай картинка ғой, суретті аламыз да, оң жағын басамыз. Мына жерде сохранить изображение деп тұр, или копировать изображение. Копировать адрес изображения дегенді аламыз, қараңыздар. Копировать адрес изображения, яғни сілтемені көшіреміз. Міне, көшіріп алдық, копировать адрес изображения. Сөйтеміз да, мына жерге картинки деген жерге бүйтіп сілтемені саламыз, вставить етеміз, использовать. Міне қараңыздар, мына жерде көрініп тұр. Енді бұл жерге де ертегінің атын қойып қойсақ болады. Міне арыстан мен тышқан. Енді 4-ші сыныптың балаларына көбінде қызықты болсын деп сурет пайдаланған дұрыс ау. Басқа деген қарағанда мысалы тарихтың өзінде де сурет арқылы жасақ қызықты болады. Мысалы түлкі мен қасқыр, бұны да бүйтіп көшіріп аламыз, копировать етіп мәтінді жаңа ертегіні. Сөйтеміз де мына жерге Яндекске кәдімгідей ертегінің алдына жазамыз, міне вставить етіп. Енді сурет табамыз. Лайк басыңыздар, міне қараңыздар. Қасқыр мен түлкі, немесе түлкі мен қасқыр дейді. Әдемі, көзімізге күшті көрінетіндей бір суретті алайық, красочный дейміз ғой. Мынаны алуға болады екен, мына жерде мынаны алайық, қасқыр мен түлкі деген. Көшіріп аламыз, копировать изображение деген бар, немесе копировать адрес изображения, міне. Копировать изображение. Сәлеметсіз бе? Лайк басыңыздар, рахмет. Рахмет, лайк баса берсеңіздер. Мен енді нелеріңізді, комментарийларыңызды арасында оқып отырам. Негізі мен енді компьютерға беріліп кеткен адам болып тұрмын ғой. Қазір сіздерге үйрету мақсатында мен компьютерға қарап отырмын. Арасында сіздерге де қарап отырам. Енді маған лайк басып отырсаңыздар күшті болар еді. Копировать адрес изображениені бастым. Енді мына жерге группа элементі жаңағы екінші қоямыз, ставить етеміз. Міне қойдық па? Қойғаннан кейін используйте картинки дейді. Міне бастық. Басқан кезде суреттің қасқыр мен түлкінің суреті шықты. Енді жаңағы ертегінің атын аламыз. Түлкі мен қасқыр, қасқыр мен түлкі бола берсін. Енді әйтеуір ертегі ғой. Енді келесі 3-ші ертегіні
қарға мен түлкі деген 4-ші сыныптарда бар шығар, әдебиеттік оқуда бұл ертегілер. Қазіргі біздің кезімізде бізде де болды ғой, бірақ бүйтіп жай неден қарағанда суретпен көрсетілген жақсы. Міне қарға мен түлкі аштық. Міне қараңыз, қарға мен түлкі дейді. Мына әдемі көрінген, не кәдімгідей көзге де. Копировать адрес изображений. Міне көшіріп алдым. Енді мына жерге картинки деген жерге сілтемені саламыз. Міне использовать картинки. Міне қараңыздар, міне көрініп тұр ма? Шап тұр ғой. Енді мына жерге қарға мен түлкі деген ертегінің суретін алайық та, мына жерге атын, подсказки дегенге атын жазамыз. Келесі ертегі қоян мен кірпі дейді. Міне сіздер осы суретті көрсете отырып, мысалға қоян мен кірпі ертегісі, суретті көрсете отырып мағынасын балаларды сөйлету үшін үлкен тақтаға, интерактивті тақтаға да бірге ойнауға көрсетіп айтуға болады. Қоян мен кірпі. Қарға мен кірпі дейді. Бізге енді қоян мен кірпі деген алайық. Осындай кірпі мен қоян деген. Алға ертегі дейді. Копировать адрес изображения. Түс. Мына жерге сілтемесін саламыз. Қойдық па? Мына жерге тақырыбын жазамыз. Қоян кірпі. Копировать етеміз. Міне ставить етеміз. Міне. Міне мынау. Тақырыбының аты хайуанаттар туралы ертегілер деп тұр. Мына жерде ертегілер, мына бірінші жолақты бітірдік. Енді екінші жолақты бізде қанша шығып тұр? Қиял ғажайып ертегілер деп қараңыздар. Міне қиял ғажайып ертегілер. Лайк басыңыздар. Қиял ғажайып ертегілер көшіріп аламын. Одан кейін Gemini'ге қайтадан саламын. Новый чат деп салған дұрыс, немесе қиял ғажайып ертегі деп те көрейік, қалай шығады екен. Бұл бізге сурет жасап береді. Мына жерде изображение деген бассаңыздар ғана шығарады. Ал құры нені жазсаңыздар, жаңағы құры мәтін ғана кетеді. Бізге суреті керек қой. Бұл ойланып болғанша біз мына жердегі келесі тапсырмаларды орындай берейік. Ер төстік. Ғажайып ертегі ғой енді. Расымен де кезінде оқыдық, көрдік қой, тыңдадық қой. Ер төстік ертегісі. Міне жерге қоямыз, совет етіп, ер төстік дегенді қарайық. Мына жерде ер төстік. Так, арнамызға жазылып кетіңіз. Керек емес ондай артық сөздері. Бізге ер төстік деген сөз. Ер төстік бірінші бөлім дейді. Оғандай. Ер төстік ертегілерімен осыны алайық. Көшіріп аламыз. Копировать изображение дейміз. Сөйтіп біріне абстарамыз да картинки, бірінші картинкаға саламыз. Сілтем. Совет етеміз. Использовать дегенде міндетті түрде басу керек. Использовать басамыз. Одан кейін мына жерге ер төстік деген атауын алып подсказки дегенге саламыз. Міне подсказки совет еттік. Енді келесі міне бізге қараңыздар. Қиял ғажайып ертегілер дегенде мынандай сурет шығарды, жарайды. Скачать етіп аламыз. Жүктеп аламыз. Мына жерде мынандай белгі бар. Міне жүктеліп болды деген сөз. Лайк басыңыздар, лайк. Мына жерде енді фон ғой, ол біз фонға қойымыз керек. Мына жерге фонға потяните деп тұр. Осы жерге жаңағы ер төстік қиял ғажайып ертегіні салып қоямыз. Қараңыздар, біздің жасаған нелеріміздің бәрі төменгі жағында сақталып тұрады. Міне. Енді мына жерге жаңағы атауын салып қояйық. Қиял ғажайып ертегілері. Көшіріп аламыз. Лөріне абсты ашамыз да подсказки дегенге салып қоямыз. Міне.
Енді бұны қойғаннан кейін келесі бізде екінші Керқұла атты Кендебай. Көшіріп аламыз. Керқұла атты Кендебай. Бұны да оқыдыңыздар ма? Бала кезіңізде оқысаңыздар лайк басып қойыңыздар. Оқыдық деген пікір білдірулеріңізді жазыңыздар. Міне қараңыздар, ставить етем. Міне Керқұла атты Кендебай, қазақ халық ертегісі дейді. Копировать адрес изображений. Міне алпысты ашамыз. Картинки дейміз. Мына жерде сілтемені саламыз. Использовать. Мына жерге атауын жазамыз. Жаңағы Керқұла атты Кендебай деп. Подсказки дегенге оның атын жазамыз. Міне. Бұл теңізде апс формасын сіздерге үйретіп жатырмын. Бүгін екінші күн. Бұны үйретіп жатқан себебім қазіргі балаларға қызықты әрі әдемі жаңағы әдіс тәсілдерін бірін үйрену мақсатында. Лайк басып жіберіңіздер. Сыйлықтарыңыз болса, сыйлықтарыңызды жіберсеңіздер де болады. Рахмет қосылып жатқандарыңызға. Міне жел аяқ ертегісін алдық. Келесі ертегі бізде жел аяқ. Әдемі көреді. Копировать изображение дейміз. Или жоқ. Копировать адрес изображение дегенді басамыз. Жерге картинки дейміз. Ссылка деп саламыз. Міне ставить, использовать картинки. Енді қараңыздар, кейбір кезде, мысалы жаңа қарасаңыздар, мынау жел аяқ деп тұрды. Менде мынау редактировать етіп жіберейін. Өйткені қараңыздар, редактировать деген жер бар жаңда. Маған мынау нәрсесі ұнамай тұр. Бала тұрған дұрыс, бірақ мынау несі ұнамай тұр. Логотип керек емес ау. Міне өйстіп жаңағы кішкене әдемілеп жасап жібереміз да. Сабы деп тұр. Сабы дегеніміз сақтау деген сөз. Сақтап қоямыз. Міне сонда әдемі келді. Артық жерін қиып тастаса сақтап болады. Міне қараңыз. Қазір лайк басып жіберіңіздер. Рахмет. Айжан, Айжан, рахмет көп. Міне қайтадан мен обрезка жасайық мына жерден. Сабы дегеніміз сақтау ғой. Обрезка жасап сақтаймыз. Мен сақтадық. Жел аяқ деп сөзді аламыз да. Подсказки деген жерге қоямыз. Міне. Келесі бізде Таусоғар. Таусоғар деген ертегіні біліп тұрыңыздар. Міне Таусоғар дегенді көшіріп аламыз. Копировать етіп. Мына жерде жел аяқ дегеннің орнына біз Таусоғарды табамыз. Таусоғар ертегісі. Міне. Жерге вставить етеміз. Рахмет, лайктарыңызға рахмет көп. Таусоғар ертегісі. Міне біздің. Жақсы көреміз ғой бұл ертегіні. Бала кезден жаңағы естіп келеміз. Копировать адрес изображение деп аламыз. Сол кезде біздің жаңағы ноутбугымызға немесе компьютерімізға көбіне нете алмайды. Сөйтіп картинки дейінді аламыз. Мына жерде сілтемені саламыз. Сол көбінде сілтемені жасауды үйретіп жағынан өткен. Шын ноутбук бәрі сол кетті да мұғалімдер білесіздер ғой. Сондықтан сілтемемен жұмыс жасаған жақсы. WhatsApp-қа жібергенде де суреттерді, нені кейбіреулер скриншот жасап салады. Оның скриншот емес, сол тапқан сілтемесін жібер деп айтамын мен көзіне. Сол сілтеме жақсы. Келесі Алдар Көсеммен Шығайбай дейді. Бұл ертегінде білетін шығарсыздар. Алдар Көсеммен Шығайбай деп жазып қояды. Бұл ертегі
міне шық берме жайбай дейді. Осы әдемі. Осыны копировать адрес изображение дегенді басамыз. Мына жерде картинки деген жерге басып сілтемені саламыз. Использовать. Біз міне екінші жолақты бітірдік, но үшінші жолақты жасап жатырмыз. Тұрмыстық салт дәстүрлер. Тұрмыстық салт дәстүрлер ертегі. Расымен тұрмыстық салт дәстүрлер ертегісі ғой. Тұрмыстық салт дәстүрлер ертегісіне сәйкес келсін. Бұл жаңағы Gemini жасап болғанша біз басқа да жұмыстарымызды істей берейік. Уақытымызды жаңағы жоғайық. Көшіріп аламыз да, мына жерге подсказки. Жаңағы не ғой? Алдар көсемен Шығайбай деген ертегі. Көрініп тұр ма сіздерге? Көрінбей қалды ма? Міне қараңыздар, лайк басып отырыңыздар. Міне жерде басамыз. Алдар көсемен ертегісінің атауын салдық та, лөріне апысқа саламыз. Подсказки деген бөліміне қараңыздар. Міне салдық. Ставить. Сәйістеме қол жаңағы лайк басып отырыңыздар. Міне атауын салдым. Енді жаңағы Gemini'ға кіріп бізге тұрмыстық салт дәстүр ертегісі деген сөз керек. Міне скетч етіп алдым. Бұны мен қайдан алдым? Gemini деп WhatsApp-ға неге кіресіздер да, Google-ға немесе Яндекске жазасыздар да, өздеріңіздің аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Gemini деген ChatGPT сияқты, ол да сондай бір не жасан интеллектінің бір түрі. Деген жерге барды да, бұл компьютерға сақтағанымыз шатты қазір. Жоқ, шықпады. Показать деп басайық. Қазір біздің загрузкемізді ашамыз. Кеше мен тарихтан жасағам. Бүгін 4-ші сыныптың бастауыш сыныбына арнап жасап жатырмын бұл нәрсені. Бұл әдісті скачать етеміз. Қараңыздар, Gemini'ге салғаннан кейін міне жүктеп алып деген сөз. Мына жерде жүктелгеннің ішінде қатарында болу керек. Міне салынды ма? Салынды, 2 рет салынды. Иә. Мына жерде компьютерден аламыз. Міне осы сурет алдық. Күтеміз, міне қосылады. Міне сол сурет тұрмыстық салт дәстүр ертегісі. Енді ол сөзді аламыз да, жердегі атауын көшіріп аламыз. Мына жерде көшіріп аламыз да, енді бұл еніше Алла қаласа көріп мүмкін келей эфир жасауға болады екен, біледі. Мына жерге ставить етеміз. Аяз би ертегісі. Міне қараймыз. Аяз би. Осындай ертегі. Көшіріп аламыз. Копировать изображение, адрес изображения деп аламыз. Мына жерге жазамыз картинки деп. Аяз би ертегісі. Ставить етеміз. Использовать. Мына жерге подсказки дегенге тақырыбын аламыз. Тақырыбын Аяз би ертегісі. Аяз би ертегісін алдым. Көшіріп міне. Лөріне апысқа салам. Мама! Конфет. Кім берді конфет саған? Алдар көсемен бай. Кім берді конфетті?
міне мына жерге саламыз. Міне лайк басып жіберіңіздер, ставить етеміз. Міне қараңыз, алдар көсем бай ертегін аштық. Енді алдар көсем бай дейді. Қазір бұны алатын болсақ, копировать адрес изображения деген басамыз. Копировать алдар көсем бай. Алдар көсем бай. Саранбай туралы ертегісі. Міне. Мынау алдар көсем кейпін жасаған. Жарайды, біз енді күнделікті мынандай алдар көсем үйреніп алған, көзімізге үйренген. Осыны алайықшы. Балаларға да қызықты алдар көсем бар. Копировать адрес изображения дегенді басамыз. Мына жерге картинки дегенді басамыз. 3-ші группа. Сілтемені саламыз. Ставить ет. Оң жағын басамызда, мышканы ставить ет. Использовать картинки деп басамыз. Одан кейін атауын көшіру дегенді басып, мына жерге подсказки деген саламыз. Енді келесі бізде 4-ші ертегі, ең соңғы жиренше шешен. Міне жиренше шешен дегенді алдық. Көшіремізді. Яндекске жиренше шешен дегенді саламыз. Ертегісі. Қазір бізге тып береді. Міне жиренше шешен дейді. Бәрі мультфильм типс болғандықтан, демі болу үшін, балаларға қызықты болу үшін, осыны копировать адрес изображения дегенді аламыз. Мына жерде картинки дегенді алып, мына жерге саламыз. Ал мына жерге атауын енгіземіз, подсказки деген жерге. Жиренше шешен дегенді көшіріп, мына жерге подсказки саламыз. Енді қараңыздар, төменгі жағында показывает карточка одну за другой деген. Показывать все карточки сразу деген бар. Все карточки сразу деген бассаңыздар, бұл жерде барлығын бірақ көрсетуге болады. Немесе одну за другой десең, бірінен соң бірі. Использовать случайный порядок деген бар. Или бірден бастап екіге дейін. Использовать случайный порядок деген. Енді здорово ты не дегенге мына жерге жаңағы жарайсыңдар, тамаша деген сияқты мақтау жазамыз. Мақтау сөз. Жарайсыңдар, тамаша, керемет деген сияқты. Керемет. Енді жасап болғаннан кейін қараңыздар, мына жерде завершить деп жазамыз. Енді көреміз қазір жасаған жұмысымызды. Жасаған жұмысымызды өзімізге сохранить упражнение деп сақтап қояқ. Өзіміздің, айттым ғой кеше, өзіміздің лерный апстың несінде мои творения дегеннің ішінде сақтап тұрады. Енді қараңыздар, тақырып несі, тапсырмасы. Берілген ертегілердің атауларын мұқият оқыңыз. Әр ертегінің мазмұнына сәйкес дұрыс топқа сүйелеп орналастырыңыз. Барлық карточкаларды орналастырып болған соң тексеру батырмасын басыңыз. Міне тексеру деген батырма, мынау батырма. Сөйтіп мақсаты барлық ертегілерді өз тобына дұрыс жүктеп, тапсырманы толық қатесіз орындау дейміз. Мақсаты осындай. Енді қараңыздар, міне бастады. Мынау мысалға ер төстік ертегісі. Бұл қайда барады? Тұрмыстық салт, қиял ғажайып. Келесі мынау қоян мен хайуанаттар, қасқыр мен түлкі хайуанаттар, желаяқ, жаңа қиял ғажайып, арыстан. Бұл жаңа қиял ғажайып не ертек? Жиренше ұлттық, алдар көсем бай, Аяз би. Одан кейін алдар көсем бай, мына жақта тұрады. Аяз би деген мына қойдым, осы. Керқұлатты Кендебай, Таусоғар, қарға мен түлкі. Міне, енді қараңыздар, тексеріп, міне, 3 жаққа 3 бөлікке жіктеп болғаннан кейін тексеру батырмасын бағымыз. Міне, жарайсыңдар, тамаша, керемет деп тұр. Яғни дұрыс бағанда тұр. Енді окей дегенді басамыз.
мына жерде қараңыздар, ссылка деген тұр. Ссылка дегеніміз сілтемесі, иә. Бұл жұмыстың тапсырманың сілтемесін. Осыны көшіріп, оқушыларға WhatsApp-қа жіберуге болады. Немесе QR код бар, міне QR кодты жүктеп алсаңыздар болады. QR кодты бассаңыздар, бетіне шығып тұрады, міне бүйтіп. Өзі дайын жұмысы. Копировать етесіздер, немесе сохранить изображение как деп жазасыздар, мына жерге. Жүктеп аламыз өзімізге QR кодты. Енді мына жерге жазамыз, мысалға QR кодтың аты жаңағы ертегілер ғой. Ертегілер. Сонда балаларға жаңағы телефондарына немесе экранға саласыздар, сосын соны жүктеп қоясыздар. Міне. Өстіп қойып болғаннан кейін көрсетіледі. Енді жаңағы сілтемені алатын болсаңыздар, міне бірінші сілтемен, ссылка деп тұр ғой. Ең бірінші соны көшіріп, копировать етіп, мына жерге Яндекске саласыздар. Яндекске салған кезде жаңағы жасаған жұмысымыз үлкен экранда көрсетіледі. Немесе балаларға жіберсеңіздер, олар телефондарын көрсетіліп тұрады. Міне. Міне жерде жаңағы сілтемені салдым ғой. Міне салған кезде лайк басыңыздар, лайк. Рахмет, рахмет. Міне салғаннан кейін ол шығады. Үлкен бұл. Міне қараңыздар. Міне жерде жаңағы сурет бойынша, немесе суретті көрмейсіз, суреттің бетін бассаңыздар, міне үлкен қылып көрсетеді. Қараңыздар, мынау жаңағы таусоғар. Ол қайсына жатады? Қиял ғажайыпқа жатады. Мынау жаңағы ертегіміз қандай? Жазып жіберіңіздер мына жерге. Иә, мынау кірпі мен қоян, иә. Бұл ертегіні мына жаққа қоямыз. Келесі қарға мен түлкі дейді. Экранның бетіне бассаңыздар, міне шығып тұр. Қарға мен түлкі. Бұл бізде хайуанаттар. Желаяқ. Міне желаяқ ертегісі. Бұны мына неге жазамыз? Керқұла атты кендебай. Міне Керқұла атты кендебай. Мынандай не бар ғой? Мынандай белгісі бар. Леп белгісі сияқты. Соны басқан кезде мына подсказка дегеніміз ғой. Жаңа біз толтырдық қой, сол подсказка дегенде солар шығып тұрады. Керқұла атты кендебай. Міне. Бұл қиял ғажайып. Алдар көсемел шық бермес шығайбай. Тұрмыс салт дәстүр. Аяз би. Жаңағы не? Қиял ғажайып. Арыстан мен шыққан. Несі? Жиреше шешен. Ертөстік. Енді мен қателесіп қойып көрейін. Қателескен кезде, мысалға, балалар осы белгілеп шығады, қателессе қызылмен белгіленеді. Қараңыздар, міне. Дұрыс болса жасылмен. Балалар қателесіп болады. Қараңыздар. Міне. Енді тағы бұлда келесі қараңыздар, енді мына жаққа кетеді. Жарайсың күнделікті көрсетіп оламын. Сұрағыңыз қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Күнделікті неміздің барлығы сақталып тұрады. Содан кейін жаңа прямой эфирде көрсетеді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме?
О, Педик, салам алейкум. Салам алейкум. Жұмшаттыма екен. Лайк басып Педик. ой деп тұра екен. Педик, салам алейкум. Кім ол кіріп тұрған? Енді тапсырмаларды орындап болғаннан кейін оқушыларға жібересіздер, балалар осы немен орындалады. Так. Шоу деген бар ма не? Сәлеметсіз бе? Әке батон есть па? Білсе. Қостым. Бетіңізді дейін тұрсам. Неше түрлі нәрсе жасамын. Екеңіз болғанда айтыңдаршы. Айтам. Ана ұтылып барысқанда атасын кәп ше. Қай жерде жүрсіз? Мен Қай Таразда. аудансыз? Мен Тараз ба? Ақсүйекте. Ауа райы қандай, жақсы ба? Күн ыстық па? Иә. Нормально. Жақсы да ыстық. Кішкене жел болып тұр. Алматыдамын. Бірақ күшті. Алматыдамын. Лайк басыңыздар, менде бір-ақ қана адам отыр. Ол жоқ отқан жоқ. Сізде де жоқ па? Бізде адам Менде отыр, бізде адам отыр. Бір-ақ адам отыр. Бізде де бірақ адам отыр. Болды ма мынандай тиктокқа кіріп жүргендеріңізге? Көп емес. 2 күн ба болды. Жақсы. Дұрыс. Мен мұғаліммін, сабақ өткізіп үйретіп жатқам мұғалімдерге. Лайк басыңыздар, кіріп жатқан адамдар болса. Мен негізі тарихшымын. Тарих пәнінен, бірақ жасанды интеллект заман болғандықтан кішкене мұғалімдерге, адамдарға үйретейін деген едім ғой. Қазір тиктоктың заманы болып кетті ғой. ютуб қарауға шамар жоқ дейді. Одан да осы тиктокпен сабақтарды көрсетейін, түсірейін деп отырмын. Өзіңіз қандай жұмыс жасайсыз? Өзіңіз қандай жұмыс жасайсыз? Мен оқушымын. Ау? Мен оқушымын. Оқушы ма? Бетімді. Оқушысың ба? Иә, 8. Қанша? 8 оқисың да? Иә, екеумізде. Өттік. Күшті. Оқушылар да тиктокқа кіре бере ма? Бірақ каникул ғой, бола береді, иә? Ой, қазір тиктоктың несі оқушылар болып отыр ғой? Иә, оқушылардың заманы ғой қазір тиктокта. Ой, сондай ма? Мұғалім басымен мен алып жүрсем, кетем елдің бәрі кіріп жүр, мен қалып қойыппын тиктокқа деп кіріп жатырмын ғой. Апалар да кіреді екен, басқалар да кіреді екен, мен де кіріп көрейін. Иә, қазір 2-ші сыныптың балдары да кіреді одар. Тиктокты түсінбейтін адамдар жоқ қой. Дұрыс. Сабақтарыңыз қалай оқып жатсыздар? Жақсы оқисыздар ма? Жақсы. Керемет. Тарихтанды. Ағалай беттеріңізге жасап алған танымасын деп жасап аласыздар ма сонда? Жоқ, андай
TikTok ban berdi de sonra. TikTok'ta негізі 18 жастан отырады. 18 жастан отырады ол көбісі осындай маска киет. Сондай бар ма? Иә. Ана беттерін экранды көрсетпейтін деп сол үшін шығар иә онда. Кейбіреулер. Иә. Қандай ережелер бар? Мен сіздерге сұрақ қояйыншы енді. Ақыры тиктокты көрсетсе. Иә, ноутбукпен прямой эфирмен көрсетуге бола ма? Ноутбукпен кіруге бола ма? негізі иә. Иә, негізі болады. Мен мынандай не жасайын дегенмін да, прямой эфир жағында өзім тұрсам, екінші жағында жаңағы ноутбук көрсетіп тұрса дегенмін ғой. Жоқ, сіздің телефон Ондай жасауға бола ма екен? көрсететініңіз ноутбуктан Мен қазір қолыммен ұстап отырмын, бір жағынан көрсеткенге штативпен жасаған дұрыс па? иә, штативпен қояды и сол ноутбукты көрсетіп отырасыз ғой. Дұрыс. Енді қалай компьютер болған жақсы ма екен? Класстастарын сағынған шығарсыңдар? Или күнде көресіңдер ма? Мен жеңіліп қалдым ғой. Лайк баспайсыздар ма? Мен әңгімеге беріп жеңіліп қалдым. Мына кісілерден лайк сұрасам беретін. Алты немен жеңіп алдыңыз. Өлді алты. Аружан сені. Мейлі сау болыңыз онда. Жарайды онда қыздар. Сау бола қойыңыздар, аман болыңыздар. Сабақтарын жақсы оқыңыздар. Жақсы. Түсінбесеңіздер сұраңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Не? TikTok-қа жазыңыздар. WhatsApp номерімде бар барлығы. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Ne çarptın? Sayamam abi. Otur şu şuraya.